Қайырлы күн достар. Бүгін біз фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Тауық филесі мен болгар бұрышын соломка етіп тураймыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Қияр мен пиязды соломка етіп тураймыз. Ыдысқа вермишельді салып, ыстық суда бұқтырамыз. 5 минут ұстап, салқын суда жуамыз. Қызып тұрған табамызға май құйып, пиязды, болгар бұрышын, сәбізді 3-4 минуттан қуырамыз. Тауық филесін жақсылап қуырамыз піскенше. Салатымызды жинаймыз. Вермишель ұзын болғасын мен қайшымен қайдым. Қалған ингредиенттарды саламыз. Дәмдеуіштерімізді қосамыз. Паприка, тұз, қара бұрыш, кунжут, уксус, пресстен өткізілген сарымсақ, соя соусын құйып жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Рецептен аса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылыңыз.